ауырған жоқ, белгілі жоқ, және де арай жоқ. Екеуі себепті біреу ауырған. Жақсы отырайын. Үйге қандай тапсырма берілді? Үйге қандай тапсырма берілмеді? 8-ші тапсырма. Кім оқиды жүрсін? Ал оқушылар салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін өтіп жатырмыз дәл қазіргі уақытта. Енді біз алдыңғы сабақта қандай салаластың түрін өттік? Қалғауы салалас құрмалас істе. Енді соның ережесін айтып берейікші, кім айтады? Аяғын айтады. Бір-бірімен қалай әрекет етеді және тәуелсіз баяндалады. Әркез түрде және де оның құрамында жалғауы шалалар. Қандай екен жалғауы шалаларын кім атап береді? Жалғауы шалалардың жалғауы шалалары айта ғой. Яки айтпесе. Не демейді, е? Болмаса. Жақсы отырады. Бұл қанысқа дендірген? Қайда дендірген? Физика пәнінен. Мына тұрған дені біледі? Мақтан емдеміз. Қалмақ емде, мына жиын, тұрақты шама және ондағы қалай айтамыз? Ненің еркіндігі? Түдеу? Еркіндігі деп айтасыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызда өз-өзімізді қалай ұстаймыз? Еркін түрде ұстаймыз және салмақты болып, бар күшімізді неге саламыз? Білімге саламыз. Бірлесіп жұмыс жасауға салулары керек. F дегеніміз бұл күш. Яғни біздің осы әрқайсысында топта отырған әрбір оқушының істеу білімге салған күшін көреміз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбына назар аударайық. Демографиялық ахуалы нашар мемлекеттер. Және бұндағы мақсатымыз тұтас емес, кесте, диаграммасыз, бас, сурет түріндегі мәтіндердегі мәліметтерді салыстыруымызды және өңдеуімізді. Екінші мақсатымыз салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратуымызды. Мағыналық түрлер деп атқанымыз біз осы кездегі әртүрлі айтып өтіп жатырмыз. Бесінші түрі талғаулы салалас өткен жоғымыз. Бүгін тағы бір түрмен танысамызда сол 6 түрін естіміз түрлерін ажырата біліп, түрлен бірі қолдана алуымыз керек. Енді сабақты оқу мәтініміз бар ғой, күнделікті сабақта қолданатын. Бүгін сол оқу мәтінін сезім алу әдісі арқылы қолданайық. Мына жерде асты белгіленген сөздер бар. Соларды ғана оқу арқылы мәтіннің мазмұнын айтуымыз керек. Мәтіннің мазмұнын оқуға тұтабалар. Ал кім айтып келеді маған? Мәтін не туралы екен? Қалыптасқан жағдайды түсіндіруге болады ма дейді? 2011 жылы бірінші қаңтарда жер бетіндегі адамдардың саны 7,2 миллиард адамға жеткен болатын. Және де сол кездегі ең адамы Үндістан мемлекетінде 15 миллион 600 миллион адамға қарай қосылып отырған. 15 миллион 600 мыңға жеткен екен, Үндістанның халқы. Жақсы, ары қарай кім айтады? Ары қарай. Мұрас айта қойшы. Олай Үндістан, Пакистан, Нигерияны және қалды. Қалдырған екен, е? Сөйтіп Қытай және Үндістан 2028 жылға қарай 1 миллиард 45 миллионға жетеді. Адамға жетеді деп тұр екен, е? Ал нақтырақ айтатын болсақ, жалпы қазіргі таңдағы халық саны қанша екен Үндістанда? Дұрышарбек? 1 миллиард 21 миллион адам бар екен, е? Осы кезге дейін 3 жыл бұрын, е? Халық саны Үндістанның естіген қанша болған екен? 350 миллион болса, қазіргі таңда 350 көбейіп кеткен екен, е?
Жақсы. Енді 2100 жылы отыра қойдық. 2100 жылы халық саны болжам. Ғалымдардың болжамы бойынша 2100 жылы халық саны қаншаға жетеді дейді? А? 3 миллиардтан асады деген естіп отырмын, иә. Енді Еуроодақ кәрі құрылыс деп қандай мемлекеттерді айтамыз? Кәрі құрылыс деп неге атайды ол мемлекеттерді? Себебі халық санында кәрі адамдардың саны көп мемлекет Европа. Бұл жерде Европаның халық саны 2013 жылы қанша болған екен? Бағалеп 507. Одан кейін 2053 жылға қарай қанша болады дейді? 526 миллионға дейін ғана өскен. Ары қарай 2060 жылға қарай не болады дейді? Ғалымдар қанша болады саны? 523 адам. Яғни 526 миллионнан 10 жылдың ішінде 530 миллионға дейін халық саны азаюы мүмкін дейді кәрі құрылыста. Жақсы. Енді келесі тапсырмамыз бұл салыстыру талдауымыз керек. Жаңағы бірінші мақсатымызда айтылған, иә? Диаграмма, кесте, карта түрінде берілген тапсырмаларды, берілген мәтіндерді ескеру керек, диаграммаға, кестеге алуымыз керек. Олай болса, әр топқа бір ноутбуктан берілді, иә? Және үшінші топқа мен дүниежүзінің картасын беремін. Ол жерден халық саны азайып бара жатқан мемлекеттерді тауып, сол мемлекеттің несін табамыз? Астанасын тауып, мемлекетті тауып беруіміз керек. Ноутбукты ашайық. Қолымызда біздің жасанды интеллекттің қандай түрлерін білеміз? Енді осылардың қайсысын көп қолданасыз? Соны қолымызға ұялы телефонды аламыз. Қазіргі таңда халық саны демографиялық жағдайы нашарлап бара жатқан мемлекеттер табамыз. Қандай мемлекеттер бар екен? Және сол мемлекеттің әр топқа 2 мемлекетті естеуге, диаграммаға салуға тапсырма береді. Өздері мемлекеттің атауын айтасыңдар. Содан кейін бар 2020 жылға дейін бұл мемлекеттің халық саны қанша болды? Қазіргі таңдағы 2025 жылға дейін халық саны қанша? Ол маңызды бойынша. Ақылы нашар мемлекеттерді іздейміз ба? Соның ішінен әр топқа тапсырма беріледі, соған байланысты мемлекеттерді аламыз да салыстырамыз. 2000 жылға дейін қанша болды халық саны? 2025 жылға дейін халық саны қанша болды сол мемлекеттің? Соны салыстырамыз, талдаймыз және картамен де жұмыс жасаймыз. Украинаны таптыңдар ма? Украина. Бұндай Excel'ге мемлекеттерді жаздық. Енді өздеріне жаңа ChatGPT-дан мемлекет халық саны азайып жатқан қандай мемлекеттер бар екен? Сербия мен Румыния. Мына жерге мемлекеттің атауын жазасың. 2000 жылға дейін халық саны қанша болды? Сербиянікі 2000 жылға дейін 7 миллион 500 мың болған. Ал қазір 2025 жылы 6 миллион 6. Қалай салады? 2025 жылға дейін 6 миллион 6. 6 миллион 600. Енді мынау Румынияны жазады. 2000 жылы 22 миллион бүтін оннан 440 мың адам. 22 миллион 440. 40-тың бір саны қайда? Бұндай Excel'ге мемлекеттерді жаздық. Енді өздеріне жаңа ChatGPT-дан мемлекет
Халық саны азайып жатқан қандай мемлекеттер бар екен? Сербия мен Румыния. Мына жерге мемлекеттің атауын жазасың. 2000 жылға дейін халық саны қанша болды? Сербиянікі 2000 жылға дейін 7 миллион 500 мың болған. Ал қазір 2025 жылы 6 миллион 600 мың. Қалай салады? 2025 жылға дейін 6 миллион 600 мың. 6 миллион 600 мың. Енді мына Румынияны жазалай. 2000 жылы 22 миллион бүтін оннан 440 мың адам. 22 Миллион. миллион 440. 440. 40-тың бір саны қайда? Қандай мемлекеттерді алдыңдар? Оңтүстік Корея, Украина. Оңтүстік Корея және Украина ма? 2000 жылға дейін халық саны қанша екен? Оңтүстік Корея. Қанша екен? 41 деген не? Қажасы 2000. Миллион дейді. Кейін 2025 жылы ше? Оңтүстік Корея жаз. Алардың істеп жатқандарын қысымды. 39 миллион ғой. Ал 2000 миллиондай болса 22 миллиондай болса, қазіргі таңда 48 миллионға түсті. Өте алды. Балалар саны туралы сөзін бөліп келді. Қалдырды. Әлеуметтік және еңбек жағдайлары ұзақ жұмыс күндері және жеке өмір арасындағы теңдеуінің оқуға балалар саны дәрежесіне әсер етеді. Жақсы келесі екінші сұрайынымыз енді. Олардың өлім көрсеткіштері өте жоғары, 13-15% құрайды. Одан суыдағыларға әлдеқайда күштірек. Кемі көрсетілді ма сендерде? Баланы асырай алмаушылық және материалдық. Жақсы. Абай сосын алдыңғы елдерге қарағанда киім-кешектердің тұтыну саны азайғандықтан ол кезде Келесі сендерді. Жай сөйлем. Мәтіннің ішіндегі жай сөйлемдерді салауаттылық арасында кез келгенін жасастырулар болады. Екі сөйлем жасаймын. Біреуін сұрақ қоясың, екіншісін жауап бересің. Төртіншісі сөйлемге кез келген бірден үйдің? Біріншісінің? Ертеңгі бастап кез болып бірде-бір баланы көбелетпеймін. Сенің өтейміш. Оны қойды. Әйтпесе, көкімді дамдырды. Сендер сән бергенде есектен шыққын келеді. Ал келген одан Оғы шапсын, ел шамам жүрді әлейді. Түсіндірмелі сауыз. Не болмаса, әйелі. Бірақ сіздің айтқаныңызға қосылады.